Ой, шіркін ай десеңші. Ай дидары ай нұрына шағылысып, талшыбықтай бұралып күмісжан жүреді ортасында. Көптің көзінше құшақтай алуға батпай, жақындай беріп қолынан ұстай алатын. Балғын бармақ, нәзік саусақтарын құшырлана қысып тұрып қалатын. Қамшат бөркін қырын киіп, қиғаш тұрып, жеттің бе, бағанадан кеп қалама деп, жолыңа қараумен болдым дейді. Қыз да күбірлей тіл қатып. Мойнын толғай қарап, сөйлеген сайын таңдайынан бал тамғандай, аузынан шыққан лебі жігіт бойын қорғасындай ертіп, бір сәт толқып кетуші еді. Топ қараласып, әзіл қалжың айтысып, ашық жарқын ойнап күлетін. Ал енді екеуі алтыбақан тепкен сәтті тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Тербеліп тұрып, екпіндеп ала жөнелгенде, қалықтап ұшып жүргендей сезінетін. Аспандағы айда аударылып төңкеріліп, бұлармен бірге дөңгелегендей болып, алтыбақан жоғары көтеріліп төмен түскен сәттердегі күміс жанның сыңғырлаған нәзік күлкісі мен омырауындағы алқан моншақ, арқасындағы шаш бауы, шолпылардың сылдыры қосылып, ғажайып әуезді үн жан дүниеңді шымырлата тербейтін. Екеуінің де осылай тоқтамай тербеле бергісі келер еді. Рақат сезім құшағына бөлеген таң жарық, ай нұрымен ағараңдай қалықтаған күміс жанға елжірей қарайды. Қараған сайын қыз бірде зеңгір аспанға биіктей ұшып, ақша бұлтпен араласып кеткен қол жетпес әппақ періштедей елестесе, бірде ұшы қиыры жоқ жарқыраған айдың көлде жеке жүзген аққуға ұқсап кетеді. Осындай қайталанбас сәттермен уақыттың қалай өткенінде білмей қалатын. Үркер жамбасқа құлап, ай батуға еңкейгенде барып, үйді-үйіне тарайтын. Жастар жапа-тармағай тарай бастағанда, жұрттың көзін ала бере, таң жарық күміс жанның қолынан тағы да ұстай алатын. Сөйлей алмай, дірілдей дем алып, жүректерінің дөп-дөп соғысын тыңдап, үнсіз тұрысып қалар еді. Шыдай алмай қыздың талма белінен орай ұстап құшақтайды таң жарық. Бәр нәрсе айтқысы келеді. Демі ысып күйіп ештеме дей алмайды. Құшақтап бауырына басып жарқыраған маңдайынан иіскейді. Ірі денелі балаң жігіттің құшағында болар болмас бұлқынған қыз, еліктің лағындай елеңдеп, ай жарығынан қара көзі тамып кетердей мөлт-мөлт етіп тұрып, жақсы, мен қайтейін, қыздардан қалып қоймайын деп, естілер-естілмес күбірлейтін. Күрсіні дем алған таң жарық қызды құшағынан қимай-қимай босатыр еді. Құрбыларының соңынан жүгіре жөнелген күміс жан ағараңдап ұзап кеткенше орнынан қозғалмай қарап тұрушы еді. Осы кезде енді нағып тұрсың жападан жалғыз дегендей, анадай жердегі шідерлеулі кер төбел ауыздығы сылдырлап оқыранып қоя береді. Есін енді ғана жиғандай болған таң жарық адымдай басып атына келеді де, шідерін алып қанжығаға байлап, ауыздығымен алысып, тартпасын мықтап тартып, жыдамсыздана оқыранған кер төбелдің құлақ түбінен алқымынан бірер сипап өтіп, жануарым, жалғыз өзің ішің әбден пыстау, міне мен де жалғыз қалдым, бәрі кетті. Енді таң атқанша екеуміз бірге боламыз деп, зөңгіге аяғын сала беріп, ерге қарғып мінеді де, шу деп тебініп қалып, аңғарды өрлей жылқыға тартып кетеді. Күмісжанмен бірге болып қайтқан түнгі көңілдің тау өзеніндей тасқындауын айтсаңшы. Көңіл шіркін алып ұшып, айғайлап ән салғысы келетін. Басқа жылқышылар ұйқысы келіп, мең-зең болып жүргенде, бұл ат үстінде сергек отырып, ұйқы деген ойына тіпті де кіріп шықпайтын. Ай нұрына бөгіп, бір шеті жусауға айналған жылқының бірдекілі бөлектенген саяқтарын қайырмалап жүріп,
Жас құлындардың мойнындағы қоңыраулар сылдырлай қалса, елең етіп құлағы жаңғырып, көз алдына шолпысы сылдырлаған Күмісжан елестейтін. Онымен ойша сырласып жүріп, ыңылдап ән де салатын. Ән салып жүріп, таңның қалай атқанын білмейді қалушы еді. Алтыбақан ақсүйек күнде бола бермейді. Кейде жауын шашын, кейде күн бұлтты, ай қараңғы дегендей, кеш батып ымырт үйірілген соң, ешкім үйден шыға да қоймайды. Кей күндері бай ауылдарына алыстан қонақ келіп, қарбалас болып жатады. Басқа жастар шыққысы келгенімен, Күмісжан болмаған соң, көңілсіз, онша бір ықылас танытпайтын еді. Күмісжанды көре алмаған мұндай күндері, таң жарық өзін қоярға жер таппай, құсаланып кетеді. Таң атып күн батпайды. Жылқыда жүріп, көңілінен қызды бір сәт шығармай ойға батады. Ауылдағы үлкен кішінің түгел мақтауына ілініп, ауыздарынан түспеген қызды бір түрлі әлде біреулерден қызғанатын сияқты. Бұлай мақтала берсе, ауылдан сыртқар жерге жетеді қыздың атағы. Сонан соң оған қызығып көрушілер, құда түсушілер көбейеді деген сөз. Сөйтіп жүріп, біреу шындап құда түссе, үкі қадап кетсе, көп кедейдің бірі таң жарық не істей алады? Қой, ондайдың бетін ары қылсын. Күмісжан әлі жас, 15-ке жаңа толды. Оның үстіне әке шешесінің ең жақсы көріп үкілеп отырған қыздары. Қыздың өзі қаламаған жерге сыртынан келісім жүргізе қоймас. Осындай оймен қызбен бір сөйлессем деп жүрді таң жарық. Арада бір жұмадай уақыт өткенде, ақсүйек ойын үстінде қыз жігіт оңаша сырласты. Таң жарық оны қатты қызғанатынын айтты. Қой үйтіп көңіліңді бұзба. Сенен басқа ешкімге қарамаймын тәкен, дейді Күмісжан сыбырлай сөйлеп. Жұрт қатты мақтап кетті ғой, жаным сені. Содан да қорқамын. Көзге түсе бермесеңші, дейді бұл да өзінше сақтандырған болып. Онда үйден шықпай отырайын күндіз түні. Екеуміз де кездеспей-ақ қояйық, деп әзілдеп күледі қыз. Жоқ, дейді жігіт де күліп. Басқа ешқайда бармай, менімен ғана оңаша жолығып тұрсаңшы. Қызықсың тәкен. Не, мен басқа біреумен кездесіп, сөйлесіп жүрмін бе? Мен де сені күні бойы көргім келіп күтіп жүремін, дейді ұялғансып төмен қарап тұрған күйі. Әне біреу ұржалаңдаған мырзаның жүрісі жаман. Бір нәрсе сезіп жүр ғой деймін. Маған әне күні ала көзімен қарайды деп, көңіліне ұялаған күдігін білдірді. Бір-екі рет Күмісжанды төңіректеп жүргенін көрген. Ой, соны қойшы, деп Күмісжан қабағын шытыды. Мақтаншақ ол жүрген бір. Не даусы жоқ, дарылдап ән салған болады өзінше. Сен одан күдіктенбе тәкен. Мырза таң жарықпен жас шамасы құралпы жігіт. Өзі Күмісжандармен ауылдас отыратын Нұрмағамбет деген байдың баласы. Жүрген жерінде танау шелектей болып, кеудесін кере мақтанып жүретін. Күмісжанды көріп, оның да көкейіне құрт түсті ме, кім білсін, соңғы бір-екі жиында кеуделеп кеп, Күмісжанның айналасынан шықпай жүрді. Таң жарықтың қызғанышын тудырған, көңіліне күдік ұялатқан осындай жағдайлар болатын. Сол күні таң жарық Күмісжан сөзінен жүрегін көпті етіп жүрген күдіктен арылып, бойы сергіп, бір серпіліп қайтып еді. Сарша тамыз басталғанда ай көрінбей кетті де, Алтыбақан, ақсүйек тағы басқа ойындар сирек ойналатын болды. Кей күндері күндіз шайдай ашық аспан іңірдеп бұлттанып, бұрқ-сарқ бұршақтатып өте шығатын. Мұндай уақыттарда таң жарықта жылқыдан ұзап шыға алмай, кезекпен ғана ауылға келіп жүрді. Күмісжанмен кездесудің де реті келмей, сағынышпен жаны жабырқау тартқан бір күй кешті. Бір күні ыңғай келіп сәті түссе кездесіп қалармын деп, сәске кезінде ауылға келді. Таудан түскен бойда бай ауылдарын жанай жүріп,
Жайырбектің үлкен ақ боз үйінен көз алмай ақырын аяңдап келеді. Өйдің тұсына келгенде тоқтап қарап, үңіліп қояды. Бірақ көзіне Күмісжан түсе қоймайды. Ары қарап, бері қарап, сипақтап біраз жүрді де үйіне келді. Түсәлетінде қайта шығып, елеусіз ғана ауылды аралап өткен болды. Тағы да жолға алмай, салы суға кетіп қайтты. Сол күні не керек, ауылды айнал соқтап жүріп, қызға жолықтау әйтеуір. Бесін кезінде атпен шыққан. Тағы бір байқап өтпек, болмаса жылқыға кете берем деп ойлаған. Ауылдың орта тұсына келгенде Жайырбек үйінен кіріп шығып жүрген бір-екі әйел адамның біреуі есіктің көзінен былайырақ шығып, сәл тұрып қалды да, мұны көріп тоқтады ма, әлде өзінше ме, қайта үйге қарай жүрді. Үйге кіре беріп қайта қарады. Бәрін байқап келе жатқан Таңжарықтың да бұл тегін емес деген оймен жүрегі лүпілдеп соға жөнелді. Атының тізгінін тартып байқастады. Бір кезде жаңағы адам үйден қайта шықты да, бұл жаққа қарап сәл тұрып, жоғары жүрді. Үйден ұзаған соң өзінше жүрген адамдай қиғаштап, өзенге қарай бұрылды. Осы кезде оның Күмісжан екеніне Таңжарықтың шүбәсі қалмады. Өзеннің ар жақ қабағына қарай бара жатыр екен ғой деп ойлаған бұл да орағытып бармақ боп атының басын бұрды. Кездесу қысқа болды. Япырай, сені де көретін күн болады екен-ау деп Таңжарық атынан қарғып түсе салып, Күмісжанның қолынан ұстай алды. Көрінбей қойдың ғой, тегі не болды? Үй тәкен, анадағыдай айда жарық емес, кешке қарай күнде суықтау өзің білесің. Ешкім үйден шыққысы келмейді. Оның үстіне 3-4 күн болды, көкем кішкене сырқаттанып қалып, деді Күмісжан тез-тез сөйлеп. Бол енді тәкен, көзге түсіп қалмайық, енді қашан келесің? Мойылдай қара көзі мөлт-мөлт етіп, бетінен мөрі тамп жаудырай қарайды. Маған салсаң, күнде келуге бармын. Өзің шығаласың ба? Бүрсігүні шығайын, қай жерге келесің? Деді қыз көзі мөлдіреген қалпы жан-жағына елеңдей қарап. Бүрсігүні дейсің бе? Алтыбақан құрған жердің жоғарғы жағындағы талды бұлақтың басына кел олда. Ел жатқан соң шығам, сол жерде күт, деді де қыз қойыннан бүктелген ақ қалпақ алып шығып, маған келгенде мынаны киіп жүрші тәкен. Қараңғыда сен екеніңді бірден танитын, әйтпесе қорқамын, деді. Ой, рақмет жаным деп күліп, Таңжарық қыздың маңдайынан иіскеді. Ал енді қош боп тұр, деп қыз асығыс бұрыла берді. Жақсы, бүрсігүні талды бұлақ, ұмытпа, деді бұл да ұмсына беріп. Ағдидары жарық етіп артына бұрылып, бір қараған қыз тез-тез басып кете берді. Атына қарғып мінген Таңжарық та көңілі орнына түсіп, жарғабақтың астымен жоғары өрлеп кетті. Уәделескен талды бұлақтың бойында екеуі бір емес бірнеше рет кездесті. Қараңғылық қоюланып, ел ұйқыға кетер мезгілде салт атпен жағалап талды бұлаққа келеді Таңжарық. Асықпай атын талға байлайды да, өзі бұлақтың жағасына шығып, көк шалғынды жапыра жантайып жата кетіп, ауыл жаққа көз тігеді. Айнала там-тырыс. Бұлақ сылдырынан басқа бөгде дыбыс естілмейді. Ашық аспанда жыпырлаған күлше жұлдыздар қол созымдай жерден ұшқын шаша жымыңдайды. Аспанға қарап, жұлдыздар не деген үлкен, не деген жақын, байқамайды екенбіз ғой. Өзі айсыз да жарық болады екен-ау деп ойлайды. Соның арасынша қараңдаған біреу көрінеді. Таңжарық ұшып кете жаздайды, анау тоқтап жан-жағына байқастап алып қайта жүреді. Күмісжан екеніне анық көз жеткен Таңжарық орнынан тұрып, ақырын ысқырып белгі береді. Басында ақ қалпақ, оны байқаған қыз да жылдамдата басады. Үкілі камшат бөркімен орман ішігінің жағасы жұлдызбен шағылысып жарқ-жұрқ етеді. Бейне бір аспандағы жұлдыз жерге түскендей. Аңсаған екі құшақ айқаса кетеді.
Жүректері лүпілдеп, буындары босап, талып қала жаздайды. Біраздан кейін талдың жиегіне барып, демдерін басып отырады. Ауыздарына сөз түспей, қайта-қайта құшақтасады. Бір-бірінің тілінен бал сорғандай сүйіседі кеп. Демі бір ысып, бір суып, таң жарық сүйген сайын бір ағарып, бір қызарып, қысылып күміс жан отырады. Екі ғашыққа кедергі болмайық дегендей, талдар сыбдырын, бұлақ сылдырын тоқтатып, бір сәт дүние тына қалғандай болады. Тек жұлдыздар ғана төбелерінен төне қарап жымыңдасады. Аймаласып, сүйісіп, емін еркін ұзақ отырады. Таң жарық күзде оқуға кететінін, күмісжанды сағынатынын, қызғанатынын айтады. Қыз да қиылып отырып, бұған деген көңілін жасырмай жайып салады. Мен сендікпін, сен мендіксің деп сөз байласып серттеседі. Аңсап көріскен екі ғашық әбден мауықтары басылғаннан кейін, әлден уақыттан соң құшақтарын жазып, орындарынан тұрады. Талдыбұлақ екеуіне құтты мекен болып, осылай жиі-жиі жолығысып жүрді. Шөп буыны қатып, жайлау сары жұрт тарта бастады. Аспан да ала бұлттанып, жиі-жиі бұршақтатып өтетін болды. Алтыбақан, ақсүйек дегендер мүлде тоқтады. Өстіп жүргенде жылқыны басқа, соны жайылымға айдайды екен деген әңгіме шықты. Таңжарық бұл сөздің анық-қанығына көз жеткізу үшін Қайырбек ағасынан басқа жылқышылардан қайталап сұрады. Ақыры рас болды. Дәл қай күні екені белгісіз, осыдан атты кісіге түстік жолдай, көк қайрақ деген кең аңғарға сауын биелерден басқа жылқыны түгел айдайтын болыпты. Жылда осы уақытта осылай өріс жаңалаймыз дейтін жылқышылар. Олармен бірге Таңжарық та кетеді. Әрине, өйткені оны оқытып жатқан байлар, мына жылқы солардікі. Бош жүруге болмайды. Олар мұны қазір бір жылқышыға санап отыр. Сонымен ауылдан алыстап кетіп, Күмісжанды көре алмайтын болғанына Таңжарықтың әжеп дәуір көңілі бұзылып, 2-3 күн түнеріп жүрді. Осыдан кетсе, одан ары оқу басталады. Тәпті ауылға қайтып қашан келері белгісіз. Күмісжанды көп уақыт көре алмайды екен. Таңжарық бұл жағдайларды қызға айтып еді, ол да алғаш үндемей қалды. Бұған жалтақтай қарап, енді еш нәрседен уайымдама, ыңғайы келсе ауылға келіп тұрасың ғой, жайлаудан түскен соң оқуға кетеріңде ауылға келерсің, сонда да жолғармыз, сәтін салса деді ақырын сөйлеп. Әй, кім біледі, қалай боларын, қайтып келе аламын ба, келе алмаймын ба деп Таңжарық та көңілсіз тіл қатқан. Осыдан 2 күн өткен соң Талдыбұлақта екеуі тағы кездесті. Бұл жолы Күмісжан көңілді көрінді. Тәкен, сенің өткендегі көңілсіз қалпың менің ойымнан шықпай қойды. Саған ондай күйде болу жараспайды екен. Бүгін қалайсың? Көңіліңді көтерші, Тәкен деп сыңғырлай күліп, жігіт құшағына ене түскен. Жігіт те көңілдене сөйлеп, жақсы, Күмісжан, сен осылай құшағымда тұрғанда неге көңілсіз болайын жаным? Сеннен алысырақ кететін болған соң, әр нәрсе ойыма келіп, сәл қиналғаным рас. Өзің бәрін білесің ғой, менің неден сескеніп, неден қиналатынымды деді. Еш нәрсеге қиналма, уайымдама дедім ғой, Тәкен, деген қыздың жүрегі шым ете түскендей болып, лүпілдеп қатты соғып кетті. Аузына сөз түспей тұрып қалды. Жайлауға алғаш көшіп келгендегі Таңжарықтың күдігі бірте-бірте расқа айналып, әлгі мырза соңғы кезде кездескен жерде бұған бір нәрсе деп қалып, не қалжыңы не шыны қайсы екені белгісіз қағыта сөйлеген боп. Сөзінің аяғын ыржақтап бітіретін. Әнеу күні осындай кездесуден кейін ауылға кіре бергенде, біреу қараңдап алдың кес-кес деді. Күмісжан бұрылып кетем дегенше, анау шап беріп ұстай алды. Таныды, мырза. «Иә, қайдан келе жатырсың?» Қыз үндемей бұлқынып тұр. «Үндемейсің ғой.
Біз білмейді деп жүрсің, ә? Дейді анау тағы. Сәл тып-тыныш тұрып қалған Күмісжан ананың қолы босай бергенде лып етіп шығып жүгіре жөнелген. Жігіт те ұмтыла беріп, айтпасаң да бәрін білем мен, көріп жүрмін, ойлан Күмісжан, деп дауыстап қала берді. Таңжарықтың жаңағы сөзінен қыз ойына осы жағдай оралып еді. Оны Таңжарыққа айтуға талай оқталып барып тоқтаған. Көңілін бұзғысы келмеген. Енді міне, сондай әрекеттердің бәрін Таңжарық та біліп жүргендей. Жүрек сезеді ғой, сездіреді ғой. Мен саған көңілденетін бір нәрсе айтайын, Тәкен, деді қыз сәл үнсіздіктен кейін күлімдей қарап. Ертең ауылдың үлкендері бір тойға кететін болды. Содан біз қыздар өзімізше бас қосып бір үйде оңаша отырсақ деп едік. Соған сен де кел. Енді жайлаудан түскенше жолға аламыз ба? Қайдан айта алмаймын, деп төмен қарап кетті Күмісжан. Ой, шын айтасың ба жаным? Деп қуанып кеткен Таңжарықтың жүрегі атқақтай соғып алқымына тығылды. Жалғыз келейін бе? Қасыңа сенімді деген бір-екі жолдасыңды ерте кел. Шын айтпағанда қалжыңдап тұр ғой дейсің бе, Тәкен? Бәрі сен үшін. Ауылға келуге жағдайың келе ме, келмей ме? Көңілің көтеріліп қалсын дегенім ғой, деді. Ақылыңнан айналдым сенің, деп қызды құшақтап маңдайынан сүйіп алды Таңжарық. Өзі де осындай бір емін еркін отырысты ойлап, Күмісжанға айтып көрсем қандай болар екен, ыңғайлы сәт бола ма, болмай ма деп жүрген еді. Енді міне, ондай сәтті жағдайды қыздың өзі айтып тұр. Мұндайда қуанбағанда қайда қуансын? Осындай келісіммен екеуі жылы қоштасты. Келісілген оңаша отырыс көңілді қызықты өтті. Өлең айтты, ән салды, әр түрлі ойындар ойналды. Әзіл қалжыңмен отырып, уақыттың қалай өткенін де білмей қалды. Бәрі қол қалап, қайта-қайта ән салғызды Таңжарыққа. Бір әннен бір ән өтіп, ой бір төгілтау шіркін. Құлаққа жағымды қоңыр дауысы біресе әуелей қалықтап көкке өрлесе, біресе шымырлатып жан дүниеңді нәзік тербеп тұрып алады. Кей тұста іші бауырың елжіре езіліп, қайдағы белгісіз сағыныш, мұң торлап еріксіз күрсінтеді. Әр әнді өзінше қабылдап, түйсініп, сезініп, ара-тұра сәл ойға берілгендей боп қалғанымен, Күмісжан жайдар мінезімен жайнап, өте көңілді болды. Таңжарық ерекше құлпырып кеткен Күмісжанға көңілі толып, көзі тоймай, қараған сайын қарай бергісі келеді. Шындығында, Күмісжан бүгін ауызбен айтып жеткізе алмайтындай там сұлуланып кетіп еді. Киген киіміне дейін, өзінің жүріс тұрыс қозғалысына әсем үйлесіп, ажарын аша түскен. Бір тізерлей шаншылып отырған аппақ қызды көлдегі аққу ма дерсің? Ішіп отырып та, ән салып отырып та, Таңжарық қызға жаңа көргендей қадала-қадала қарап қояды. Қараған сайын сүйсіні жымияды. Мақпалдай қара шашы, ұзын кірпіктері көлең-көлеген мойыл қара көзі, болар-болмас қызғылт нұр тараған ақша беті, қырмұрынның пістігіндегі жаңа піскен бүлдіргендей, уылжыған қостанаудың екі арасы күн көрінетіндей үлбіреп, жігіт жанын сәт сайын баурап барады. Тіпті қызыл пүлістің қиығындай жұқа ерінің де, ішкен асы көрінердей ақ ұлпа тамағын да, жұқа жеңіл білезік салған айбалтаның сабындай ақ білегін де, бүгін ғана көргендей үзіле қарап сүйсіне тамсанады. Оңаша қалған сәттерінде екеуі емін еркін армансыз сырласты. Таңжарық тағда мырзаны есін алып, содан қауіп қылатынын айтты. Күмісжан да одан күдіктенетінін, бірақ әзірше қауіптенетін ештеңе жоқ екенін, әке-шешесі өзін жақсы көретінін, сондықтан өз айтқаны болатынына сенімді екенін білдірді. Оған Таңжарықтың да көңілі кәдімгідей тоғайып қалып еді.
Осыдан қайтып кездесе алмай қалсақ, сен ары оқуға кетсең, әрі бері қатысқан сенімді адамдардан хат жіберіп тұр. Мен де солай етемін, деді Күмісжан бір сәт мұңайғандай болып отырып.